мамақты тоже самый. Ертерек келсеңіздер, ертерек келеміз. Бәрі сіздерге байланысты бір-бірімізге. Жаңа енді Ухуд тарихын айтып жатырмыз ғой, Хиндтің, Абу Суфиянның ісі, Уахшидің ісі, осы бәрін түгел айтып жатырмыз, иә. Бірақ сонымен қоса исламның кереметтілігі туралы да айттық. Исламмен не келді? Бізге исламмен мейірім, махаббат келді, адамға дейтін сый құрмет келді деп, иә. Мынау жаңағы Абу Суфиян болсын, Хинд болсын, Уахши болсын, пайғамбарымыз болсын бәрін түгел Мекке алынғаннан кейін пайғамбарымыз болсын алдына шақырды, Уахшиді, Хиндті, Абу. Басында шақырту алған кезде бұлар бармайды. Біз Мұхаммадтың көкесін өлтірдік, қаншама зиян келтірдік, біз бара алмаймыз, қай бетімізбен барамыз дейді. Екінші шақырту тағы бармайды. Үшінші шақыртуды алған кезде барады. Пайғамбарымыз болсын Абу Суфиянды, Хиндті да кешіреді. Ең соңында Уахшиді алды, қатты қысып құшақтайды. Уахшиді қатты қысып құшақтайды. Сөйтеді, Уахши айтады, Уахши дейді, мен сені кешірдім дейді, бірақ сен менің алдынан шықпаш дейді, менің көзіме түсіп қалмаш дейді. Сен менің алдынан шығып көзіме түсіп қалған кезде көкем Хамза есіме түсіп кетіп, саған дейтін жек көрініш сезім оянып кете ма деп қорқам дейді. Сол себеп менің алдынан шықпаш дейді. Уахши солай өмірінің соңына дейін пайғамбарымыз не істейді? Сыртынан қарап жүреді. Пайғамбарымыз дүниеден өткеннен кейін жалған пайғамбар шығып бастайды. Сол жалған пайғамбарды өлтірген осы Уахши болатын. Жалған пайғамбарды өлтірген. Өлтіргеннен кейін ол былай айтады: "Я Расулулла, сізбен енді қияметте кездескен кезде де жүзім жарқын болып кездесетін болдым ау" деп қуады. Сөйтіп қуанады. Ислам тарихы жалпы бізге нені үйретеді? Ислам тарихы бір-бірімізге дейтін бауырмалдықты, өкпе ренішке толып тұрған туысқанға дейтін, бауырға дейтін, ағайын туыс, дос жаранға дейтін. Иә? Қазір бар о заманда, әйтеуір бір отбасыда әйтеуір барда біреумен бір сөйлеспейді, бір туғанымен әйтеуір сөйлеспейсің, ренжіп қаласың. Солардың бәрін істеу керек, кешіріп жіберу керек. Умра қажылық дейтін нәрсе, бұл келіп, Меккені тауып етіп Кабаны, Сафа Марва жүріп, шашты алып тастау емес. Мәдинаға келіп пайғамбарымыз осыма сәлем беріп, раудада намаз оқу емес. Бұл дейтін нәрсе толыққанды өзгеру дейтін нәрсе. Өзгеру полноценный. Мінезіңізде қыңыр-қисық мінез бар ма? Әр адам әйтеуір минусы бар да. Кез келген адамда минус бар. Сол минусымызды не істеу? Түзету, плюсқа айналдыру. Қазір біздің енді келе жатқан жеріміз Кибла-тай мешіті, Қос Құбылалы мешіт. Бұл жерде тоқтамаймыз, жанынан өтіп кетеміз. Ең алғаш мұсылмандар Иерусалимдегі Әл-Ақса мешітіне қарап намаз оқыған. Қазір алдарыңызда аппақ болып тұрған мешіт Кибла-тай мешіті, Қос Құбылалы. Мұсылмандар Иерусалимдегі Әл-Ақсаға қарап намаз оқып жүрген кезде Яхудилер пайғамбарымыз саллаллаху тиісе бастайды: "Ей Мұхаммад, сенің өзіңнің қыблаң жоқ па? Сен біздің ата-бабамыздың жаңағыдай несіне қарап намаз оқып жүрсің ғой, құлшылық қылып жүрсің" дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху бұл сөз өте қатты ауыр тиеді. Сөйтеді да пайғамбарымыз саллаллаху іштей қыбланың өзгерген қалайды. Bir rivoyatda 5 namoz deb keladi, bir rivoyatda 2 namoz deb keladi farz amalında. 3-chi rakatga turgan кезде "Fawalli wajhaka shatral masjidil haram" degan oyat esida tushadi. Ya'ni yuzlaringni al-haramga qaray buringlar degan. Сол кезде Пайғамбарымыз саллаллаху сахабалармен тұрады да намазда тұрған жерінде жүздерін әл-харамға қарай бұрылады. Қателеспесем 180 градус бұрылады. Сол намаз етіп, ана сол жақтарымызда тұрған ақ мешіт, сол Кибла-тай мешіті, қыбланың өзгерген жері. Енді біз басқа бір елді мекенге барған кезде, жаңағындай
қалғанын білмей жатсақ, сол жердің бір мезгілдің тұрғындары келіп Икрамаға намазыңызды сәл солға қаратай 40 градус бор десе, намаз үстінде тұрып не істейсіз? Бұрыласыз. Намаз үстінде тұрып бұрыласыз. Мысалы, Ержан-аға намазыңыз былай қаратай бұрыңыз, құлға солға қаратай 60 градус десе, сіз солға қаратай 60 градус парыз сүннет болса да, сіз не істейсіз? Қыблаңызды түзейсіз. Енді ұшақта ұшып бара жатқан кезде летчик айта алмайсыздар. Самолеттің артымен ұшады, мен намаз оқыған құл артта ақ болды деп айта алмайсыздар да. Самолетте отырған орныңызда оқып кете бересіздер. Ертең әсіресе елге қайтып бара жатқан кезде, скатпен ұшып бара жатқан кезде қыбыл арт жақта болып қалады да сіздерде. Сол кезде сіз летчикке барып, бауырым намаз оқып алайын деп едім, қажылықтан келедір едім мен деген. Артыңмен ұшады, істемейсіз ғой сіздер болған летчикке. Қуасың ба дейді ғой. Самолетте задний ход деген жоқ қой. Сол себепті сондай жерде ана істей алмайсыздар. Ал енді пойыз болсын, я болмаса, жаңағыдай автобуста енді қоғамдық көліктерде кетіп бара жатса, отырған орныңызда отырып, не істейсіз, намаз оқи бересіз. Одан кейін самолетте дәрет алу жайлы бір айта салайыншы. Бізде енді тақуалығымыз әсіресе осы самолетті ұстап кетеді, негізі көп адамда ше, қатты ұстап кетеді. Туалетке кіріп алады да, о, дәрет деген жібереді алып. Самолетте дәрет алмай қойыңыздар. Біріншіден, ол жерде су, анау жердің астынан шығып жатқан артизан су емес. Или водопровод тартып қойған жоқ самолетке ешкім. Ол жердегі су өлшеп құйылады. Біздікілер болады, мысалы мен қажылыққа кетіп бардым, или мені көрдің ба дегенде алады да барады да шашырады бірінші айналады. Бір тазалық дәрет алмайды ғой. Артынан кірген адам ұялып кетеді. Анау стюардессаларға обал байғұс бейшараларға. Қарасаң тазалап жүреді. Муфтияттың пәтуасы бар берген. Самолетті таяу алыңыздар деген. Ана су шашырағаннан кейін астынан провол кететін болса бітті құрайды. Қандай самолет болсын, қайда ұшсаңыздар да. Қазақстанның ішінде ұшыңыз, болмаса басқа әлемге ұшыңыз, басқа мемлекетке. Бірақ жаңа дәрет мәселесіне келген кезде таяу алыңыздар. Муфтияттың берген пәтуасы бар. Қазір мына алдарыңызда тұрған Хандақ шайқасы болған жер. Сол жақтарыңызға қарап отырыңыздар. Хандақ шайқасы білесіздер ғой, Мәдинаны айналдыра қазған шайқас. 7 сахаба мешіті деп аталады. Оның біріншісі анау астында сарыды, одан таудың төбесінде қараңыздаршы, қамалдар тұр ғой. Қамалдар. Сол қамалдардың бәрі осы Хандақ шайқасында сахабалардың тұрған жерлері. Мәдинаны күзете. Мына біздің тұрып жатқан отеліміз сол ескі Мәдина қалаларына кіреді. Тұрып жатқан отельдеріміз. Ескі Мәдина қаласына артық кіреді. Хандақ шайқасы, Ор шайқасы Мәдинаны айналдыра қазады. Бірақ бұл шайқаста ешкім зардап шекпейді, жаңағы өлмейді. Бұл шайқаста Сальман әл-Фарси деген кісі айтады, я Расулалла, біз парсылар, қазіргі ирандықтар ғой, біз соғысқан кезде қаланы айналдыра қазатынбыз дейді, солай шайқасатын еді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху сахабалар айтады, Мәдинаны айналдыра қазыңдар дейді. Айналдырып қазып шығады, Ор шайқасы, окоп айтқан кезде. Сонымен алып мушриктер шабуыл жасайды, бірақ ордың ішінде ағаштан жасалған жаңағы шанжарлар тұрады. Шүкір найза жасап қойған, соған құлайды. Жұртта бұл не нәрсе? Кері шегінеді. Бұлай атаковать етіп көреді болмайды, бұлай көреді болмайды. Ешқандай результат шықпағаннан кейін бір ай осында жаңағы мушриктер жатады. Аңдап күтіп. Бір уақытта бір дауыл жел болады. Жел, боран. Мушриктердің жүректерінде қорқыныш пайда болады. Сол қорқыныштан бұлар қашады. Хандақ шайқасы болған жер осы жер. Енді қазір алдарыңызда Жұма мешіті болады. Бұл мешіттің екі атауы бар. Бірінші атауы Жұма мешіті деп аталады, екінші атауы Ақ мешіт деп аталады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мәдинаға қоныс аударып келген кезде ең бірінші Құба районына келеді. Құба. Құбада 4 күн тұрады. Жұма күні таңертеңгісін Мәдинадан бетке алады. Мәдинаға келе жатқан кезде жолда жұма уәжіп болады, міндеттеледі. Оқу. Ең алғаш жұма оқылған жер. Сол мешіттің атауы қазір Жұма мешіті деп аталады. Оны қазір оң жақтарыңызда көресіздер, алдымызда. Одан кейін енді Құба мешітіне барамыз. Құба мешіті ислам тарихындағы ең алғашқы салынған мешіт.
пайғамбарымыз саллаллаху өзінің жаңағыдай несі болған, үлесі болған бұл жерде. Басқа сахабалар бір кірпіштен тасыса, пайғамбарымыз саллаллаху екі кірпіштен тасиды. Сахабалар сұрады, я Расулаллах, неге екі кірпіштен тасымадыңыз деп. Пайғамбарымыз саллаллаху айтады, бір кірпіш өзім үшін, екінші кірпіш үмметім үшін деп айтады. Үмметім үшін деп айтады. Екінші кірпіш. Яғни біз үшін де кірпіш қалып кеткен. Енді кейіннен бірде сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху бірге отырады да былай сұрайды, я Расулаллах, меккеліктер қандай бақытты дейді. Умра жасағысы келсе, мәшіттен барады, Меккенің сыртына шығады, ихрам халіне кіреді. Сөйтіп умра жасап, умраның сауабын алады. Біздерге қиын ғой ол дейді. Енді ол заманда кешегіде біздің сияқты пойыз жоқ, самолет жоқ, автобус жоқ. Ол заманда қалай баратын болған? Түйемен, атпен жаяулап баратын болған. Жаяулап баратын болған да солай. Пайғамбарымыз саллаллаху сахабалардан айтады, сендерге жақсы нәрсе үйретейін ба дейді. Я Расулаллах, үйретіңізші дейді. Кім үйінен жақсылап тұрып дәрет алып, осы Құба мешітіне келіп, 2 ракағат намаз оқыса, бір умра сауабына тең деп айтты. Осы Құба мешітінде. Ихрам киместен, тауаф жасамастан, Сафа Марва жүрместен, шаш алдырмастан 2 ракағат намаз оқисыз, бір умра сауабына беріледі. Енді бұл жерде тарау оқып кетпеу керек та. Ол қазір не үшін екенін айтып беремін. Менің өткен группаларым бірінде бір апамыз болған, группада 40 адам отырмыз. Құбаға келеміз, намазға кіріп кеткен апамыз жоқ, 1 сағат болды. 20 ракат бар. Сөйтіп, жаңа группадан бір жастау келген қызға бір өтініш жасадым. Енді менді әйелдер жаққа кіргізбейді ғой, ниқоб киіп алып кірмесем, енді шаш жоқ та, мен ол жаққа кірмеймін. Сонымен әлгі жас қыз кірді. Апаны күтіп отырмыз. Апа шықты, риза, мәз апа. Апа қайда болдыңыз, не болды, неге бұлай ұзақ жоқ болып кеттіңіз? Ойлашы, 39 адам бір адамды күтіп отырмыз. Ішінде уже жынданып бастады. Біз құлшылық қылайық деп еді, немене қылып тұрсың, кете бермейсің бе, өзі келеді, біреулер шықты прикол ұстап, мүмкін арабтың шалдары алып қашып кеткеннен шығар деген сияқты. Құдалыққа барамыз ғой деп. Енді әртүрлі адам болды ғой. Сөйтсем апам риза, жаңа сен айттың емес па дейді, пайғамбарымыз саллаллаху хадисінде. 2 ракағат намазбен бір умра сауабын аласың деп дейді. Мен 20 ракағат намаз оқып 10 умра сауабын алдым деп дейді. Машалла. Қарауық Рамазан айында оқисыздар. Қазір мына жерге кіріп, енді ұзақ тарауық оқып кетпеңіздер сіздерде. Мына жерде мешітке барғысы келіп асығып отқан кісілер бар. Бір-біріміздің хақымызға кірмейік. 20 ракағат, иншалла Рамазан айында шыдамайды ғой ол жігіттер. 8 ракағаттан кетіп боламыз біз деген. Сұнна ғой 8 ракағат оқу, кім оқыпты, пайғамбарымыз оқып па деп. Онша оны Омар қосқан ғой деп шығатындар болады ғой еще. Реально шамаң жете ма, духың жете ма, Рамазанда 20 ракағат оқып көріңіз. Реально. Біздің тақуалымыз сол 8 ракағатқа жетеді болды Рамазан кезінде, басқаға жетпейді. Қазір не істейміз біз? Қазір кіреміз, 2 ракағат сәлем намазы, я болмаса мешіт ақысы дейсіздер, иә? Біреу мешіт ақысы дейді, біреу сәлем намазы дейді, соны оқисыздар. Одан кейін 2 ракағат шүкір намазы, 2 ракағат духа намазы, 6 ракағат намаз жетеді. 6 ракағат бір 20 ракағат оққан сияқты ұзақ оқып кетпеңіздерші одан кейін. Дұға оқыңыздар ма? Мынау жұма мешіті міне. Мынау ең жұма оқылған намаз. Жұма мешіті және ақ мешіт деп аталатын мешіт. Жұма мешіті жұма. 6 ракағатты жаңағыдай тауып жем шоққандай, болмаса 20 ракағат оққандай ұзақ оқып кетпеңіздер, сіретін оқыңыздар. Олай болып кетпесін. Жалпы деп отырмын ғой. VPN скачать етсей. Сосын енді қонақ үйге ары қарай қайтамыз иншалла.